Жаппа, братан, жаппа. Достар, Мирас сауда орталығының дәл қасында ескі базардың кіндігінде үлкен ресторан ертең оны ашылайын деп жатыр. Қазір көрсем сендерге, жүріңдер. Мінекей осы Каусар рестораны. Қазір ішіне кіріп көрсетейін сендерге не бар екен. Қане, братан, кіріп кетейін. Есік жауып қалма. Есік жаппасай кіріп кетейін да. Так, ішке кірейік. Қалай саға? Жатам. Мынаның іші не деген керемет. Осы шайхананың ішіне 200 адам сияды. Ол мен шақырып жатыр ана жерде. Жатам, қайқа барамыз? Ал жүріңіз, кеттік екінші этажға. Мәссаған, мынаның іші дейтінше, Қызылордада мынандай ресторанды бірінші рет көріп жатырмын. Мәссаған, мына жерде намазхана бар екен. Ерлер мен әйелдерге бөлінеді екен. Әйелдердікін көрейікші. Намаз оқимын деген кісілерге де мына жерге барлық жағдай жасап қойған екен. Ане мен шақырып жатыр ар жақта. Мына жерде кабинка бар екен. Бірінші кабинка. Так, ішіне кіріп көрейікші. Мәссаған, мына кабинканың ішін қарасайшы. Отырыс жасауға ең әдемі жер осы ау деймін Қызылорда бойынша. Еще мына жерде 3 кабинка бар екен. Мәссаған, мына жақ вообще бөлек қой. Жаппа, братан, жаппа, аш. Давай, аш, братан. Аш, давай. Қауып қойын деп отырсың ғой мен алдындағыдай. Балдарға ойнайтын жер бар ма? Міне тұр екен. Балаларға арналған өте керемет ойнайтын алаңда қарасаңдаршы. Неше түрлісі бар ғой мына ішінде. Мына доптар ұшып жатыр мен дроныма. Балаларыңыз келсе мына жерден қайтпай қояды ғой. Мына шайханаға ырза болды ме? Бөлек қой атмосферасы. Үшінші этажда не бар? Мәссаған, мына асханасын қарасаңдаршы. Үлкен екен. Дәл осы асханада 100-ден астам тағам түрі бар екен. Ема. Мына жерде пешінде нандар пісіп жатыр. Бұндай асханаға кірем деп ойламаппын. Мәссаған. Вытяжка бәрі қарастырылған екен бұның ішінде. Мынаның кухнясына дейін потолок қой. Сіздерге новый ресторан адресін нақтылап түсіндіріп кетейін. Адресі училищная 8, ескі базардың кіндігінде.